Бүгінде Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының Алматы қалалық сайлаушылар тұрғындар алдында Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының сайлауалды бағдарламасымен таныстыру, сайлауалды платформасымен таныстыру шарасы өткен болатын. Бүгінде Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының Алматы қалалық филиалы аясында өте көп ауқымды іс-шаралар жоспарланып отыр. Оның мақсаты Алматы тұрғындарының, Алматы қаласындағы сайлаушыларға өзіміздің ойымызды, мақсаттарымызды, бағдарламамыздың негізгі тезистерін жеткізу. Бүгінде Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының жасаған бағдарламасы сайлауалды үгіт-насихат жұмыстардың негізгі тірегі болып есептеледі. Бағдарлама негізінде барлық саладағы ол жұмысшылар ұжымы болсын, ол бюджет саласының қызметкерлері болсын, ол дәрігерлер, ол мұғалімдер болсын, студенттер болсын, барлық қоғам өкілдеріне, сайлаушыларға өзіміздің айтарымыз бар. Жеткізер бағдарламамыздың дәйектеріміз бар, тезистеріміз бар. Осыларды сайлаушыларға жеткізу. Оның бірден бір мүмкіндігі осындай үлкен ауқымды сайлаушылармен кездесу шараларын өткізу, үлкен жиындар өткізу, флешмобтар өткізу, түрлі акциялар өткізу. Негізінде сайлаушыларға өзіміздің өнімізді жеткізбекшіміз.